Мәжітжан абайұлы, мен сізге тәлімгер ретінде бекітті, жалпы қымыз жаттығу кезінде сабақты жоспарлаған кезде қандай қиыншылықтар бар? Маған қымыз үлгісін, сосын сабақта қандай әдіс тәсілдерді қолдануды үйретсеңіз. Жақсы. Жалпы мынау кітап табысты сабақ жоспарын қалай құруға арналған. Мынау бізде қымыз үлгісі әрбір тамағын жеке-жеке қарастыратын боламыз. Жалпы сабақ қызықты өту үшін интербелсенді әдіс тәсілдер қолдану керек. Жалпы мына жерде кітапта информатика сабағына байланысты әдіс тәсілдер берілген. Қазір бұны біз сабақ жоспарында қолданатын болсақ, біздің сабағымыз қызықты әрі тиімді өтетін болады. Сабақтың басты міндеті оқу мақсатын жүзеге асыру болғандықтан, сабақ жоспары толығымен оқу мақсаттарынан туындайды. Сабақ мақсаты дегеніміз оқушылардың сабақ нәтижесінде үйренетін дағдылары, білік пен білімі, оқушының сабақ бойынша жасаған жұмысының нәтижесі. Сабақ мақсаты оқушының сабақта не жасаған көрсетпей, оның сол әрекеттерді орындау нәтижесінде не үйренетіндігіне болжам жасайды. Мәжітжан абайұлы, мен сізге жалпы қысқаша сабақ жоспарын құру үлгісін көрсеттім, әдіс тәсілдерді барлығын түсіндірдім. Мынау кітапты сізге беремін, осыны жалпы оқып, әлде бір қиыншылықтар болатын болса, маған міндетті түрде хабарласуға болады. Рахмет, түсінікті болды. Мәжітжан абайұлы, қазіргі кездегі пандемияға байланысты енді осындай қашықтықтан жұмыс жасайтын боламыз. Қазір жалпы қашықтық оқу кезінде сізде қандай қиыншылықтар бар? Ерік Ниязбекұлы, менде қиындықтар қандай бағдарламаларды қолдануды қашықтықтан оқыту кезінде. Яғни сіз сабақтағы АКТ құралдарын қалай қолдануға, тиімді қолдануға болу керектігін сұрап тұрсыз, иә? Аха. Қазір түсіндірейін. Мәжітжан абайұлы, жалпы осындай технологияларды қолдануға болады. Learning Apps, Kahoot, Google Тест, Google форманы қолдана отырып, оқушылардан бірден тексермей-ақ өз уақытыңызды үнемдеп, тесттің жауабын бірден шығаруға болады. Жалпы осы берілген технологияларды сабақ уақытында қолданып, өзіңізді тексеріп көріңіз. Ерік Ниязбекұлы, рахмет сізге үлкен. Түсіндім бәрін. Өзім сабақ өткен кезде осы программаларды қолданып, оқушыларға қызықты және өзім уақытын үнемді қылып өткізуге тырысамын. Сәлеметсіз бе, Ерік Ниязбекұлы, сіздің көрсеткен әдіс тәсілдеріңіз арқылы мен өз сабақ жоспарымды құрдым. Соны сізге көрсетейін деп едім. Бірінші, өткен сабаққа шолу жасаймыз, дорбадағы асықтар туралы. Бұнда өткен сабақтар бойынша сұрақтар қойылады, оқушылар сол сұрақтарға жауап береді. Содан кейін өткен сабаққа қойылғаннан кейін бүгінгі сабақтың тақырыбын қарастырамыз. Оқу мақсаты, бағалау критерийлері қойылады.
сабаққа шолу жасаймыз. Бүгін сабақ түсіндіру. Дәптерге термин сөздерді жазып алады оқушылар. Сабақтың соңына қарай бекіту сұрақтары қойылады. Бүгінгі сабақта не үйренді? Сол туралы. Сосын тапсырмалар. Бірінші тапсырма, екінші тапсырма сіз көрсетіп кеткендей. Леонингті. Сосын кері байланыс оқушымен. Оқушы сабақта не білді? Білемін, білдім, білгім келеді. Сосын үй тапсырмасы. Жалпы Мәшіт Жанабайұлы, мен сізге қазір кері байланыс бойынша рефлексияны берейін. Қарап көріңіз, мен сізге сілтемені жібердім. Міне, Google компаниясының файл jam дейді, яғни осыны рефлексия қолдануға болады. Жалпы сабақ бойынша оқушылар өзін бағалап өтеді. Мысалы, мына жерде стикер құрады, яғни маған мысалы сабақ ұнады. Сохранить деп басады оқушылар. Яғни осы жерге жазады. Содан кейін мысалы маған кейбір жаттығулар болды. Мына жерге оқушы өзінің атын жазып кетуге де болады да, енді мысалы. Сохранить батырмасын басады. Міне, осылай әрбір оқушы сізге осылай жазып кететін болса, яғни сіз осы бойынша келесі сабаққа сабақ жоспарын құра аласыз. Яғни келесі сабақтың басын осы оқушылардың кері байланысы бойынша сабақты бастап кетуге болады. Жалпы сабақ жоспарыңыз жақсы құрылған. Сәттілік тілеймін. Рахмет, сау болыңыз.